Өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты, зарға жырық перзенті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден өкіп суға жуылмайды. Әлгі жерде бай жылқылар қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені түртіп көреді. Өкпе суға батып кетеді. Әлден уақыт соң жалмауыз кемпір судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге ат басындай алтын берейін, қоя бер, осы жылқыларының бәрі берейін, қоя бер дейді бай. Кемпір байға балаңды қай жерде бересің дейді. Сонда бай ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен сол жұртта алтын сақаның жанына отырасың дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасы жұртқа ұмыртып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асыл өлең десе сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, бар алып келе ғой дейді. Бала бармақшы болады да әкесінен: әке, қандай тайғанып барайын деп сұрайды. Жылқышыдан сұрап мін дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды қыдырлатып, жүгеніңді сыдырлатып жылқыға бар, тай-тай бетіне қараса соны мін. Бала құрығын қыдырлатып, жүгенін сыдырлатып жылқыға келсе, шеттегі бір қотырдай балаға қарай қалады. Бала қотырдайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдан қотыр жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне ер салғанда дөнен болады. Айғыр тартқанда бесте ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде топай болып көзі ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басында тезек төбетте жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан сақамды алып берші дейді. Сонда кемпір: шырағым, өзің түсіп ал, кәрілікпен отырсам отыра алмаймын дейді. Сонда бала: мен жастықтан түсіп міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала кемпірден аяғын суырмай сақаны іліп алады. Тай тұра қашады, жалмауыз кемпір тұра қалады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір кісін жолып алып атып жібергенде тайдың бір аяғын жолып түседі. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір кісін жолып лақтырғанда тай тағы бір аяғы жолына түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсінейін дейді. Терек жанына бара бергенде бала тайынан секіріп бәйтеректің басына шығып кетеді. Бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал дейді. Кемпір жатады. Түлкі түсті суға атады да шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын дейді. Сонда жалмауыз кемпір: сен кетпенімді алып қашып кетесің дейді. Сонда түлкі: ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі армалап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл бала да менің кегім бар дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпені суға
суға лақтырып жібереді де шұңқырды біте өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса тағы да кеткені де жоқ, түлкі де жоқ. Алда ойбай-ай, алдаған екен ғой деп тағы да бір тісін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін құлатуға жақындайды. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: «Ау қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айда кел, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын» дейді. Сонда қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер де төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады, олар да үндемей ұшып береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала жыланып тұрып, бұған тапсырады: «Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен». Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі таяу бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жақындатқан еді. Енді құлатуға таяу тұр дейді. Қарлығаш баланың төбеттеріне мұны естіген төбеттер шапқаннан шалып, кемпір отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қол-қолын, бұт-бұтын, жүн-жүнін шығарып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп еліне аман-сау жетеді. Бала жалмауыздан аман-сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел-жұртын жинап үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлағын бәйтеректің жанына келеді. Келсе шешесінің жүн көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екен біліп ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тура байдың қотанына алып барады. Бұл кезде кемпірдей емес, өте күшті екен, бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен артып қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді.